андай несімен жібергенмін заявканы. 2000 бір нәрсе теңге ма төледік қой, андай бір ойбай, соны төлемесең бермейді екен деп. Мен сондайды да жібердім. Ағай, пожалуйста, бересіз ба деп жазып жібердім. Бермеймін десе, ол бермейді екен ғой. Чисто андай нелерге түсетін сияқты бар ғой, 42.500 теңге деген андай бар. Вообще андай ойында ештеңе жоқ, андай сондайларға түсіп жатыр да. Ал андай кәдімгі күтіп жүргендерге бір түспейтін сияқты. Қос дейді, қосайын. Қос десең маған болды. Есіп қой дейді, есіп дейді. Соны біреуің маған жақсы түсінетін біреуің жазыңдаршы, маған істеп беріңдерші. Мама, дорогая. Привет. Ой, здравствуйте. Как ваша дела? Жақсы, өзің қалайсың? Что-то не істеп жатсың? Мен ұйқыдан тұрдың ғой деймін, походу. Да, есть такое. Ас болсын, музыка. Не істейсің бүгін? А? Не план бүгін деймін? Не план деген айтады ғой? Пранктар не істейін деп отқан. Не жаңалық басқа, не істеп жатсың? Ұйықтап жатсың. Шоколад жейін деп. Ас болсын, музыка ас болсын. Че там үйдесің? Где бар ғой? Погода кәдімгідей ысып кетті деймін да. Үйден шыға алмай тұрып кәдімгі. Қай хабарында отырсың? Бал, больницаға барып қайтайын дегем. Ауырып қалдың ма? Жоқ, ауырған жоқпын, өзім қаралып жүрмін. Күн ыстық, погода үшін кетті. Жоқ, ауырып жүрмін. Несін соғыз бар? Жоқ, алдында операциядан шықтым деп ғой саған. Саған қаралып жүрмін жатырмын. Не ма, ана? Көрдің ба? Аха, көрдің ғой өзің. Жақсы. Жас болсын, жағдайын білейін деген. Рахмет үлкен. Ауырмаңыз. Мұрныңыз жатып кетті. Мұрныңызға Алла шипа берсін. Пранк. Сол білмей атыр пранкты бар, осы шығып кетсек па деп. Бір Шымкент, Алматы сияқты басқа қалаларға. Құдай қаласа, міне. Айпаттың. Ертең шығамыз деген сияқты ғой, қазақтікі білесіздер ғой. Міне, мен жүріп қосың. Құдай қаласа, егер шығып кетсек, сразу айтамыз сіздерге. По-моему, Алматы барамыз жоқ деп пландап отырмыз. Өзіміз қотырмыз. Қосып жатырмын.